бізге негізі бір кәсіпкер бізбен жұмыс істеу үшін ұзақ ойланады. Бір келіп көріп кетеді, екі көреді, ойланады, 3-4, бірақ түптің түбі келеді. Өйткені ол нәрсе адамның өзінің бойымен бүйтіп ойлап табатын нәрсесі емес, кәсіпті жүйелеу, менеджмент саласы өте терең ғылым. Өйткені бір кәсіпкер айтады, Еркебұлан дейді, мен оқимын дейді да сіздерге келіп. Соны айтамын ғой, неге ондай себеп болды? Неге сіз шешім қабылдадыңыз? Нақты келіп айтып тұрсыз десем, менің осы жолға екеуміздің қазіргі таңғы асымыз дейді. Екеуміздің таңғы асымыздың құны 200 миллион теңге дейді. Мен 200 миллион теңгеге қадалдым дейді. Осы ғылымды алдын ала үйренбегеннің кесірінен, кейін деп жүргеннің кесірінен, өзім істеймін дегеннің кесірінен қазір 200 миллион теңге недоздача дейді. Және де мен ары қарай соза берсем, екеуміздің кездесуіміздің құны 300-400 миллионға кетіп қалуы мүмкін дейді. Шындап қарасақ, әр адамның осындай бір бізбен кездескен кездегі бір құны бар да. Басында 0 теңгемен келуі мүмкін, бірақ істі сол кейіпі қалдырып қойып, өзімен өзі шешіліп кетеді. Немесе мен өзім бәрін шешіп тастаймын деп ойлап жүрген сайын кездесудің құны арта береді. Сол үшін кейде керек нәрсені дер кезінде қолдану, дұрыс затты дұрыс істеу өте маңызды.